Сәлем жан машин. Сен қазір автобуста келе жатқан шығарсың. Бәлкім үй жинап жүрсің. Көңіл күйің көтеріңкі мүмкін жоқ. Мен сенің жаныңдамын. Мен естіп тұрсың ба? Көңіл күйің түспесін. Кеттік. Әлі жас болсам да көкейімде үлкен армандар. Сол армандарымның бірі шығарған әнім хит болса екен деп тілейтінмін. Кішкентай кезімнен анашыммен көптеген конкурстарда болдым. Үнемі жанымнан табылатын анашыма, отбасыма рахмет. Осы күнге жетуім бірінші Алла, одан кейін отбасымның арқасы. Және де әрине жан машиндер. Мен де сен сияқты мектепте оқыдым, артынан колледжде. Кім білген сол кезде болашақта осылай ән шығаратымды, күнде миллиондаған жан машиндердің назарында болатынды, әсіресе блогер болатынды. Сен де, мен де бір күні бір сахнада өнер көрсетерміз. Немесе екеуміз ресторанда, дүкенде, көшеде жолығып қалармыз. Сен сол кезде ұмытпай айтасың ғой, армандар шынымен де орындалады екен. Әрекет жасап едім, жеттім. Ұмытпа. Сенемін саған жан машин. Бір жыл бұрын ақшам бар, бірақ телефон алайын деп жүрген едім. Кеш болып кеткен, ызғар, қар. Таксимен қайтсам болады ғой негізі. Бірақ ақша құртпайын деп, біраз жер жаяу жүріп, сосын автобусқа мініп қайттым үйге. Қыс, суық, құлағымда наушник. Кімнің өлеңдері болған есімде жоқ. Тыңдап, мен де осындай болам. Ән жазам деп, армандап, елестетіп, жаяу. Айтпақшы, сол уақытта концертке көрермен болып барған едім. Енді сахнаға шығып ән айтам ба дегенде карантин басталып кетті ғой. Сол кезде есімде 16.500 теңге стипендия алатынмын. Алияны шығаруға как раз бір қаражат керек болып жүрген. Сол кезде стипендиядан арылып қалғам. Мамаға өнермен сабаққа үлгермей жатырмын деп едім. Өнер адам болғасын ба, түсіністікпен қарады. Білем, сенің армандарың көп, менің де. Армандарымның бірі Алия хит болса екен дейтінмін. Барлығы мына ән хит болады ғой десе де, жай ішімнен бұйырса деп тілеп тұратынмын. Сенбедім, дұрыс ойламадым, ойлауға қорықтым ба, білмеймін. Әннің алғашқы ноталары телефонда жазылды. Музыка өзі келді, қайырмасы келді. Бірден телефонда алып жазып алдым, демосын тыңдап жүрдім. Бір күні даусымды естіп жүрген жігіттердің бірі отырғанда саған орысша ән шығару керек қой, танымал болсын, қолынан келеді ғой деген сияқты айтты. Бірден анау демоны көрсеттім. Тыңдап отырып Алияның қайырмасын шығарып берді. Үйге келе сала демосын қосып айтып бердім. Я люблю тебя, Алия, в этой игре только ты, ты поменял подсознание, я слышу твое дыхание. Алия кім? Алия қазақтың сұлу қыздарының есімі, маған ешқандай қатысы жоқ. Куплетінің сөзін жазатын адамды инстаграмнан іздедім. Орысша әнге сөз жазатын адам керек деп. Бір жігіт жазды. Неше түрлі варианттар жіберіп, қазіргі куплетін жазуға біраз уақыт кетті десек те болады. Еще осень, зима, дождь, холода деген жер ұнамаған негіз маған ше басында. Дауыс жасап жатқанда алып тастағым келген, мына жер ұнамайды, алып тастай салайық деп. Студиядағы достарым жоқ, қалсын, маған керісінше осы жер ұнайды деген. Почему-то қазір бәріне білмеймін, именно сол жер ұнайды. Әнді алғашқы болып тыңдағандардың бірі сендер білетін Алишер Қонысбаев. Карантин кезінде Шымкентке қыдырып барып, артынан пост қойып, сонда қалып кеткенбіз. Әлі есімде, бір күні машина ішінде отырмыз. Артында отырмын. Ғабиттерге Алияны тыңдаттым да, сосын Ғабит айтқан, Садыр, сен неге құр жүрсің, еңбектенсей, қолыңнан келеді ғой, талантың бар ғой деп. Өлең шығарғанда құр сала салмай, бір нәрсе жасасай деп. Сол есімде қалып қойыпты, шынымен сол кезде кәдімгідей ойланып қалдым. Сол сөздер әсерінен Алия шыққанда естеріңде ме? Видео түсіріп мені белгілеп салыңдар деп, мен бөлсем деп салып, ол да көмек болған негізі үлкен. Ол кезде барлығы білетін, жаным мені жалғыз қалдырма, өкпе уайымға салдырма, жанымда өзің болғанда, ұмтылам барлық арманға. Алия әлі шықпаған. Алияның демосын Алиш Средний бас екеуіне машинада қосып тыңдап жүретін, историяға салып. Білмеймін, Алишке негізі сол кезде қатты ұнады. Әннің хит болатына білмеймін, менен басқалардың бәрі сеніп әйтеуір солай жүрген. Мен өзім білмеймін, андай хит болады деп уверен, сенімді болмадым да өзіме ше. Алияның алғашқы видеосын Достық Плазаның парковкасында түсіргенбіз. Машинаның есігін ашып жүріп келе жатып айтқам, есіңде ме ол видео? Қатты серьезно қарамағам ол кезде. Машинаны еще арендаға алып түсіргенбіз ғой. Anytime деген көлік, алматылықтар білет. Кавер жазып өлең айтып жүрген кезім,
Жаным ішіндердің саны 300 000 болатын. Қазір бәрі басқаша. Жанашырлар көп жанымда, ағаларым. Ютубта Алияның клипі бар. 2 күн ұйықтамай үлкен съемочный группамен түсірген. Бұрын оңай көрінетін, 2 минуттық клип түсіру оңай шығар деп. Сөйтсем, қиын екен клип түсіру негізі. Алияның әсерінен өмірім қатты өзгерді. Бар болғаны жарты жылда. Алия шыққанда ең бірінші рет Instagram істемей қалған лайк қарайтын жершандай 2 күн бойы ашылмай. Мені біреулер әлі де Алияны айтатын бала деп таныстырады бір-біріне. Сол жігіт қой деп. Шымкентте жүргенімде жанымнан бір машина өтті. Ішінде Алия. Таң қалып тұрсам, артынан тағы бір машина өткен. Оның да ішінде Алия. Сол кезде хит екенін сезіндім. Шынайы бірінші рет. Алияның ортасындағы проигрыш бар ғой, турецкий сияқты бір инструмент бар ғой, сол жерін Лұқпан Жолдасов ағамыз өзі дұрыстап былай қараған етін. Ән шығарар кезде ешкім білмейді әннің хит боларын немесе болмасын, бірақ жүректен шыққан ән міндетті түрде жүрекке жетеді деп ойлаймын. Жетті ма жаным ашин? Осындасың ба? Сахнада барлық әншілерді құрметтеймін, себебі артында қандай еңбек жатыр. Еңбектен сүйген ісіңді жасауды тоқтатпа, уайым үнемі болады. Ал жемісін көргенде соңына дейін сенбейсің, барлығы түс сияқты бір сәтте өтіп кетеді. Жаным ашиндер әннің шығуын шамамен бір 6 айдай күткен негізі. Шықпас бұрын. Қазір ютубта қаралым 4 миллиондай. Қазақстанда ғана емес, СНГ-да тыңдап жатқанын мен өзім көрдім. Ол сендердің мықтылықтарыңнан. Рахмет жаным ашин. Жаным мені жалғыз қалдырма, өкпе уайымға салдырма. Жанымда өзің болғанда ұмтылам барлық арманға. Оу, жаным мені жалғыз қалдырма, өкпе уайымға салдырма. Жанымда өзің болғанда ұмтылам